Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз осындай қоқыс салатын пакеттерден сарафан тәріздес көйлек дайындаймыз. Алдымен пакеттің ортасынан осылай қиып, яғни пакеттің ортаңғы жағының үзіліп кетпес үшін осылай скотчпен бекітеміз. Көп құрал қажет етпейтін, тек қана пакетпен және қайшымен және осы скотчпен жұмыс жасаймыз. Бірінші осы пакетті алып, пакеттің бір қапталынан осылай қаттырақ байлаймыз. Яғни пакеттің бір қапталы ұзын, бір қапталы қысқа болып тұру керек. Тағы да осылай бірнеше пакеттерді осылай дайындап аламыз. Және жасыл, көк түстерді араластырып, осылай рет-ретімен байлап шығамыз. Түстер араласып, белдемшеміз өте әдемі болып дайындалып шықты. Яғни соңғы жағын көкпен, жасылмен аяқтаймыз. Және осылай пакеттің қапталынан бастап, бір шеттен бір-бірлеп осылай пакетті қайшымен қиып, араларын ашамыз. Және осылай тағы да екі пакетті жыртып алып, араларын ашып, осылай келесі бір пакетпен байлап, осылай гүл тәріздес етеміз. Яғни бұл сарафанның үстінде кеудесінде тұратын кеудеше. Осылай біреу емес, екеуін дайындап, екеуінде ортасына сәл алшақтау етіп байлаймыз. Тағы да осылай екі пакет алып, араларын ашып, иығына байлаймыз. Иығының тұратын жері, яғни бантик немесе гүл тәріздес болып тұру керек.
Видео түсінікті болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.